сәлеметсіз бе, сізден сұхбат алсақ бола ма? Сұхбат алсақ. Енді мерекелерім құтты болсын, осылай мектебіміз абыройменен ғасырдан ғасырға жете берсін, түлектері мықты азамат болсын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, ұзақ және бақытты өмір тілеймін. Мектебімізге де сол түгел жақсылық тілеймін өмірде. Рахмет. Жұма мүбәрәк болсын. Рахмет. Мейрамға осылай аман-есен еліміз аман, жұртымыз тыныш жете берейік. Аумин, рахмет. Қайырлы күн, бүгін көңіл күйіңіз қалай? Керемет, тамаша. Біздің мектебіміздің 100 жылдық мерейтойына сіз енді қонақ болып келіп тұр екенсіз, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Гүлдана Ноғайбаева, 1996 жылғы осы 5-ші мектеп гимназияның түлегімін. Жақсы. Ал енді қазіргі мектеп бітіріп жатқан түлектерге айта кететін кеңесіңіз қандай? Енді қазір білімді мыңды жығады дейді ғой. Сондықтан қазіргі жастарға айтарым, оқыңыздар, жетіліңіздер, биікке самғаңыздар деген тілектемін. Жақсы, рахмет сізге үлкен. Қайырлы күн, бүгінгі мектебіміздің 100 жылдық мерейтойына қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет, бәрі жақсы. Өте көңілді, біз қуаныштымыз 100 жылдық. Ал енді өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер. Болат Құстаубаев, Халық банкінің филиалының директорының орынбасарымын. Айрат Базенов, Әлихан Бөкейхан университетінің проректорымын. Жақсы, рахмет. Ал енді бүгінгі мектебіміздің атмосферасы сіздерге жалпы ұнап жатыр ма? Жалпы өте керемет, жақсы, көңілді. 100 жылдық тарихы бар мектептің ішкі атмосферасы, 100 жыл бойы қалыптасқан дәстүр, 100 жыл бойы қалыптасқан ішкі тәртіп, көңілді оқушылар, түлектер, ата-аналар, ардагер ұстаздар барлығы осы үлкен керемет жәнегі атмосфераны қалыптастырып тұр. Рахмет. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, бүгінгі мектебіміздің 100 жылдық мерейтойына қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет көңіл күй. Жалпы біздің мектебімізге сіз өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Марат Тұманбай деген осы мектептің түлегім, 1979 жылы бітірген осы мектепті. Міне 45 жылдан келіп отырмын өз мектебіме. Қалай енді, мектеп өзгерген ба, өзіңізге ұнап жатыр ма? Енді бұл мектеппен біз қатынасты әрқашан ұстап отырмыз. Мен осы мектепте оққаннан кейін қолымнан келген көмекті осында жасап отырмын. Ал енді осы мектепке келген кездегі әсеріңіз қандай болды, соны айта кетсеңіз? Енді келген сайын осы мектепке мені айтады ғой, тардай болып кіріп, даудай болып, таудай болып шық дейді ғой. Сол сияқты мен өте кіргенде жақсы әсер аламын. Өйткені бір жерде адамның өзі аура дейді ғой, керемет ғой. Мектебіміз қазақ еліне сіңіріп жатқан еңбегі зор. Өйткені ол ең бірінші қазақша тәрбиелеп отыр. Екіншіден бұл мектепте жақсы білім береді. Білім алған бізде бүгін күнде ұшып кеткен түлектердің көбі қазір жан-жақты қазақ елінде қызмет істеп жатыр. Мен бұл мектеп маған ыстық керемет, өзім екінші үйімдей. Жақсы, рахмет.